Қыздары хиджаб киген бе? Білмеймін, бірақ алдарыңызда қазақ қыздарының әр кезеңде киген бас киімі. Кішкентай қыздарға басын жауып жүру ешқашан талап етілмесе де, қазақ қыздары мынадай тақия, бөріктер киген. Қыздардың қалыңдық кезінде киетін сәукелесі міне мынадай. Бұл қыз жасауындағы ең қымбат дүние, 5-25 жылқы орташа есеппен, бірақ ең көп деген 500 жылқыға дейінгі сәукелелер болған. Қараңыздар, бұл керегесі 70 сантиметрге дейін жеткен. Мынау милығы тәжі деп аталады. Әрқайсының өзіндік мәні бар, бірақ бағасын қараңыздар. Мынау зер, бұл алтын жіптен тігілген зер, және мынандай алтыннан жасалған қоңыраушалар. Және тәжінде міндетті түрде үкісі болған. Неліктен сәукеле? Бұл қыз көші ең әуелі жаңағы түскен ауылына келе жатқан кезде сәукеле көрінген, содан сау келе жатыр, ұрылардан, қарылардан аман сау келе жатыр деген сөзден сәукеле болып кеткен көрінеді. Сәукеледен кейін қазақ қыздары желек тағатын болған, кейде желектің үстінен мынадай қасаба киетін болыпты. Тек қана әйел балалы болған кезде ғана кимешек киіп, баланы емізу үшін жабылып отыратын ақ жаулықты ана атанған көрінеді. Мұның барлығы қыз баланың наным сенімі емес, статусы, қай кезеңде өмір сүріп жатқанының бейнесі.